Менің биыл Шымкент қаласында тұрып жатқаныма 26 жыл. Бірақ бұндай әдемі жерде өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Қай жерде ойлайсыздар? Бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бариға жетет бізді шеттет, как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бариға жетет бізді шеттет, как будто шетелдей. Солай да солай қарағым, 30-дан асып барамын, шашымның сана. Жалпы мойындау керек, біз қазақтар той тойлағанды өте жақсы көреміз. Ал той жайлы айтылған кезде қазақтардың ең бірінші болып есіне түсетіні ол шымкенттіктер, Шымкент қаласы. Ал біз шымкенттіктер өзіміз той жайлы айтқан кезімізде бірінші болып есімізге түсетін ол Дендро саябағы. Өйткені жастарымыз отау құрған сәтінен бастап алғашқы сағаттарын осы Дендро саябағында өткізеді. Ендеше сіздерге қаламыздағы ең ірі саябақты жақынырақ таныстырып өтейік. Кеттік. Шымкент қаласындағы 1979 жылы қараша айынан бастап негізі қаланған Асанбай Асқаров атындағы Дендро саябақты қазір сіздерге жақынырақ таныстырамыз. Бұл жерде 2008 жылы толыққанды ремонттан өткен болатын. Яғни жөндеу жұмыстары жүргізілген, текпешектер, кіреберістегі үлкен арканың барлығы халық үшін әдеміленіп, жалпы жаңа айтқанымыздай жастарымыз осы жерге фотосессия ұйымдастырады. Көптеген жастарымыз фотосессиялардың суреттерінде кіреберістегі саябақтың алдына суретке түскен кезде барлығы біркелкі болып қалған. Сол жастарымыздың суреттері бірдей болып қалмасын деп жаңаландырып осылай өзгерткен болатын. Және естеріңізге сала кетейік, қазіргі таңда әлде карантин режимі сақталуда, сондықтан да міндетті түрде маскамен келуді ұмытпаңыздар. Кіреберісте байқасаңыздар, бұл жерде арнайы көптеген мүмкіндіктер бар. Қонақтарымызға арналған катамаран мен қайықтарда серуендеуге болады, велосипедпен, скейтборд және де сегвейларда тебуге болады. Оған қоса балалар батутын ұсынады. Әуесқойлық спорттық балық аулау қызметін көрсетеді және де мемлекеттік табиғи қорық қоры нысандарын және де жанды табиғат аралау және де зерделеу барысында бейне және фото таспаларын ұсынады. Жаңа ғана айтқанымыздай, жастарымыз да келген қонақтарымыз да көптеген суретпен видеоларды осы жерде түсіруіне мүмкіндік бар. Жалпы шымкенттіктер Қазақстан бойынша ең қонақжай халықтардың бірі болып саналады. Бұл жерде саябаққа кіру бар жоғы 27 теңге 78 тиын. Тегін жасауға да болатын еді. Бірақ бұл жерде үлкен мағына жатыр астарында. Қазақтың төл теңгесінің тиындары жоғалып кетпесін деп осындай баға қойып қойған болатын. Өте арзан. Мен қазір бағасын төлеп ішке кірейін. Бар жоғы міне 84 теңге 3 кісіге. Еще сдачасы бар. Дендро саябақтың кіреберісінде байқағандарыңыздай дезинфекциялау туннелі орнатылған, яғни карантиндік режимді толық сақтаған. Бұл саябақта алғаш рет келген болсаңыз, сізді есік алдында осындай арнайы картамен оған қоса Дендро саябақты толыққанды таныстыратын арнайы макетта орнатылған. Яғни сіз бұл жерде адаспайсыз, қай жерде не бар екен толыққанды осы жерден жаттап алсаңыз болады. Дендро саябағы жылдың кез келген мезгілінде өте әдемі. Өйткені бұл жерде біздің өңірде, жалпы Түркістан облысында, Шымкентте кездесе бермейтін ағаштар мен өсімдіктердің түрлері отырғызылған. Олардың саны 600-ден астам. Ойлаңыздаршы, 600-ден астам түрлі өсімдіктер мен ағаштар бар. Олардың саны 1986 жылы 1 қазанында 500 мыңға жуық отырғызылған болатын. Сол уақыттың өзінде сонша отырғызылған болса, ал қазіргі таңда мен ойымша оның санаудың өзі, санап бітудің өзі қиын сияқты. Құрмет көрермендер, бір таңғалдыратыны Дендро саябағында арыстандарды мекендейді екен. Eskirtçi ekan. Aldadım, ana yana aldadım.
Toydum bu bevafa tövbesinden. Aldadı yana yana aldadı. Güydü mü güzel yar vadesinden. Aldadı bana yana aldadı. Toydum bevafa tövbesinden. Hey, үйленбегендер бар ма? Дендро саябақта фотосессия жасамағандар бар ма? Шүленбаева Акнұр Зиятовна, мен ғылым мониторинг және молайту бөлімінің жетекшісімін. Биыл мынау біздің ғылым бөлімінің жұмысы 102 түрлі дәндерді жинадық, тұқымдарды. Негізі біздің саябақтың алға қойған мақсаты сирек кездесетін ағаш бұта түрлерін осы саябақтан және қала аумағынан жинап алып келіп, осы біздің арнайы 3 соттық теплицамыз бар, жылыжайымыз бар. Сол жылыжайда көбейтіп, қаламша әдісімен және тұқым әдісімен көбейтіп, одан кейін өзіміздің 1,5 гектар питомнигіміз бар. Мынау гинко ағашы, бізде серуендеуші Елизавета Гаврилова деген бұрынғы ботаник апай бар. Сол апай бізге Германиядан әкеп берген тұқымын, сөйт тұқымынан көбейткенбіз. Гинко билоба мынау, бізді тұқымынан өсіргеніміз. Мыналар будлея, көріңіздер, мынау долана, бұны да тұқымынан өзіміздің саябақтан, саябақ аумағынан жинап әкеп өсіргеніміз. Бұлар долананда мына өсіп жатыр. Одан кейін барып мыналар мына қаламша әдісімен көбейіп жатқандар. Мына будлея да қаламша әдісімен, бұл да банағы лагистремия, үнді сирен дейді ғой. Бұлар да кухия бар. Мына өзі тұқымынан еккенбіз. Лимон ағашы, лимон ағашы тұқымынан ол да көбейіп жатыр. Мыналар бозаршалар, можжевельниктер, бұлар да тұқымынан көбейгендер. Өзіміздің саябақтан аумағынан жинап алып келіп еткендеріміз. Міне бозаршаларды көріңіздер. Мыналардың бәрі қаламша әдісімен көбейіп жатқандар. Міне көріп шығыңыздар, міне гранат, мынау анар ағашы, мынау испанский дуб бар мына жерде. Ол да сирек кездесетін ағаш бұталы түрлеріне жатады. Мыналар біздің қаламша әдісімен өсіріп атқан японский айваларымыз. Мыналар да міне қаламша әдісімен, мына форзиция, мына бересклет, бұлардың бәрі қаламша әдісімен көбейіп атқандар. Көріңіздер. Мыналардың бәрі розалар да солай. Мынау бычий глаз, черешня тұқымынан көбейіп жатыр. Мыналардың бәрі қаламша арқылы көбейіп жатқандар. Биыл енді мынау тұт бар, верба бар, соларды енді шығарамыз. Мынау қара тұт мысалы. Бұлардың бәрін шығарамыз, уже стандартқа сай келеді. Бұлар да өздерінің тұқымынан көбейген ағаш бұталардың түрлері болып саналады. Мынау қызғалтақ ағашы. Бізде тюльпанное дерево дейді ғой. Тюльпан, кәдімгі ерте көктемде тюльпан ашады. Көргенсіз ғой, ана бізде бар ғой саябақта. Өте әдемі тюльпанное дерево. Елдер мысалы. Көріңіз, мына эльдарский, мына веймут қарағайы, розалар. Үлкен күйінше барып отырғызыла ма басқа жерге? Қазір дәу тал ғой. Дәу тал болғанда бұларды енді жерсіндіріп жатыр ғой, бізде жерсінбеген, бізде болмағандар. Интродуцент дегеніміз сол ғой, мына жерде интродуценттер жазып қойғанбыз ғой. Интродуценттер. Осы жердің бәрі. Мынау мысалы алма ағашы да мынау. Японский айма дейді, ракетник қой енді алма дейді. Бана Қытайдан алып келгенбіз да. Алып келген негізі. Бұл да мысалы бізде жоқ ағаш бұта түрі сирек кездесетін жаңа түр болып есептеледі. Жаңа түрлердің бәрі интроценттер деп аталады. Біздің алға қойған мақсатымыз банағы саябақты гүлдейтін ағаш бұта түрлерімен көбейту, соларды өсіру, өндіру, саябақты гүлдендіру мақсатында жұмыс істеп жатырмыз. Таңғалдыратын жағдай, дәл осы Дендро саябағының бұрынғы орнында үлкен қоқыс орны болған. Бірақ менің ойымша қазір айтсаң ешкім сенбейтін сияқты. Сондай жерден осындай керемет Дендро саябағын жасау үлкен еңбек талап етеді. Дәл осы жерде 2018 жылы Дендро саябағына 150 мың қонақ келген болатын. 2019 жылы ол көрсеткіш 3 есе өсіп 420 мың адам келді. Ал биыл 2020 жылы қанша айлық карантин режиміне қарамастан 150 мың адам келіп үлгерді. Әлі де келеді, бұл көрсеткіш, яғни өсет деген сөз. Жалпы айтқан кезде бұл Дендро саябағында барлығы қолдан жасалды, адамдардың еңбегімен. Осы жерде көрсеңіздер үлкен көл орналасқан. Осы көлде үлкен қонақтарымыз да, жас отбасылар да келіп серуендеп, фотосессия, видеосессиялар жасап өтеді.
Елбасымыз айтқандай, адамға өмірі бір-ақ рет беріледі. Оны Шымкентте сүру керек. Ал егер сіз Шымкентке келсеңіз, міндетті түрде Дендра саябаққа серуендеуге келіңіз. Мен келдім, өте ұнады, сіз де келіңіз.